Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Бүгін біз жалпы топик тестін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Екінші сабақ. Так, бұл тестте қандай сұрақтар бар екен? Погива, бірінші сұрақ. Погива качи пинкане 알맞은 곳을 알맞은 곳을 고르십시오. үлгідегідей бос орынға дұрысын белгілеңіз. чо는 байрай. өткен сабақта белгіле. Мысалы, чо дегенге мынды жалғасақ, байрайо десек, сонда дұрыс жалғау болады, дұрыс бір сөйлем болады. Сол сияқты мына жерге де мынандай жалғаулардың бірін таңдайсыздар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші сұрақтарда. Мына жерде дұрыс жазып. келесі сұрақ. 보기와 같이 빈칸에 알맞은 곳을 고르십시오. бұл да дәл солай. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? атын кім деген сөзді. Сол сияқты мына жерге дұрысын, бос орынға дұрысын жалғай таңдайсыздар. келесі. 보기와 같이 빈칸에 알맞은 곳을 고르십시오 дейді. бұл да дәл сол екен, бірақ бұл жерде заттар екен. шек, кабан, тосагуан, пап дейді. шегіл или қою. Жалпы бұл тесттер сондай сөздерді қаншалықты дұрыс жаттадыңыздар, соған байланысты тесті. келесі. 보기와 같이 알맞은 곳을 고르십시오. үлгідегідей мына жерге 이름이 뭐예요 дегенге мысалы 다우미네요 деген жауап дұрыс сәйкес келеді. солай белгілейсіздер. дұрыс жауабын жазып қойсын ғой. дұрыс жауап. 9-дан 12-ші сұраққа дейін осындай сұрақ. 13-15. 13에서 15번. 다음 단어를 사용해서 보기와 같이 한 문장으로 쓰세요. келесі сөздерді пайдаланып, үлгідегідей бір сөйлем құрастырып жазыңыз дейді. мысалы, 나라, оны, 이에요. 사람. 이에요 деген бұл етістік. 사람, 나라, оны дегендер зат есім. оны деген қайсысы деген сөз. осыларды пайдаланып бір сұрақ, бір сөйлем жазыңыздар дейді. мысалы, оны, нара, сара, ие요 деп. оны, нара, сара, ие요. осы сияқты. бұны, мед, 휴대폰, 본이에요, 가 дегенді құрастырып дегендер арқылы бір сөйлем жазасыздар. дұрыс жауап. дұрыс жауаптары мынандай. өздеріңіз үйде өздеріңіз орындап тексеріңіздер. сонымен тыңдағандарыңызға рахмет. келесі топик 3 тағы бір сабақ бар.